Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Зако YouTube. Біз бүгін әдемі үй салатын боламыз. Оны сіздерге қалай соғу керек екенін көрсетемін. Ендеше видеомызға кеттік. Мынау менің баяғы үйім, этаж үй. Ал енді жаңадан үй соғамыз. Ол үшін бізге керек блоктар. Бізге бірінші керегі ақ блок. Блок аласылай осы керек. Сосын керек. Сосын ақ түсті керек. Бірінші біз жоқтап азан қылып алайық, әйтпесе қараңғыда үй соққанда көрінбей қалады. Ал енді жасай берейік. Ол үшін бізге керегі мынау естіп шығасыздар. Сосын мына жерге естіп айналдырасыздар. Мына жерді қайтадан қойып қоясыздар. Сосын бүйтіп шығасыздар. Міне ақ түсті блокпен. Сосын мына жаққа, осы жаққа бір лестница қоясыздар. Ой, қойылмай жатыр ғой. Лестницаны естіп қоясыздар. Сосын ақ блокты естіп қоясыздар. Лестницаны қазір бітірейік. Лестницаны бітірдік. Енді біз не соғып жатырмыз? Керек блокпен. Сіздер бұны басында осындай біртүрлі соғады деп ойламаңыздар. Соңында қарасаңыздар күшті болып шығады бұл. Сіздер бұны мен де соға аламын деп мені жамандамаңыздар. Мен өзім еңбегіммен әрең соғып жатырмын. Бұл қиындау енді. Қиын ғой. Үй соғу да оңай емес қой. Лестницаны естіп қоясыздар. Бұл басында әдемі болмайтын шығар. Соңында көрсеңіздер таңғалып қаласыздар. Мынандай жаққа блокты қойып біттік. Мынау лестницаны дұрыстап естіп қойып жатырық. Мынандай нәрсе. Ал енді естіп лестница қойып шығайық. Бұны негізі бұндай ақ емес. Ақ қойсақ біртүрлі болып қалатын сияқты. Оданша біз осындай лестницаны қояйық. Осын қойсаңыздар әдемі болып шығады. Естіп лестницаны қойсаңыздар. Мен қазір үйді соғып жатырмын. Сіздер білмейсіздер ол үйдің қандай болып шығатынын, күшті болатынын. Соңында ұнайды деп ойлаймын. Мына жерге бассейн соғасыздар қазір. Естіп. Осы жерге су құя саласыздар. Сосын үйді істеу қиын болып жатыр маған. Бұл үйді істеу 30 минут. Бұл қатты қиын емес, енді сәл-сәл ғана қиын. Міне әдемі үй саламыз. Қазір көресіздер оны. Бұл үйді күшті емес деп ойлайтын шығарсыздар. Соңында күшті болады.
Қараңыздар, мына жерден қарағанда бір түрлі болып тұрады. Оны қазір күшті қылып саламыз. Достар, әрең дегенде мына үйді соғып біттік. 30 минут емес, даже 1 сағат па болды салғанымызға. Міне біздің үйіміз бағанағы. Қараңыздар, мен күшті болып шықты. Мына жаққа мен негізі лестница қойғанмын, бірақ ол лестница бомба жармақшы болған мына жаққа бір нәрсе. Бомба жарғанда мына лестницада жарылып кетті. Сол болды. Міне мен үйім бағанағы істеген. Бұны әрең істедім өзімде. Сіздерге істеп беріп жатқан үйім. Қараңыздар. Ішін көрсетейін бе? Міне іші. Ішін көрсет десеңіздер. Ал мына жақ тамақ істейтін бөлме. Мына тақтай, мына холодильник ашып жаба беретін. Мына сандық. Мына қазан. Ал мына жақта бассейнге шомылатын жер бар. Болды, басқа еш нәрсе жоқ. Сосын екінші этажда ұйықтайтын бөлме. Ұйықтайтын бөлменің бір блогын ұмытып кетіппін ғой. Бір блокты қоя салайық. Дұрыстап. Қоя салдық. Мына жақта қар, типа қар естіп кроват қыла салғанмын. Естіп ұйықтай береді. Мына жақта сабақ оқитын асуылма типа басып ашатын. Мына осы кнопка. Мына осы шкаф. Мынау свет. Міне жағып өшіретін свет. Міне естіп өшіреді, бітсе жанады. Әзірше өшіп тұра берсін. Сол жана салсын. Көрдіңіздер ме достар? Менің үйім күшті ме? Ұнаса лайк басыңыздар. Осымен видео аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Видеоны аяқтап кете салмаймын мен. Әлі мен көрсететін нәрселерім бар. Міне пойыз. Пойыздың кнопканы басқа есік ашылады. Бұл пойыздың ішіне еш нәрсе салмай. Машина ашық тұра береді. Просто бұл пойыздың қысқа болып кетті. Сарсай. Кетпестер. Мына жақ пойыздың үстіне шығатын жер. Пойыздың үстіне істеп шыға салатын. Ал мына жақ пойызды айдайтын жер. Мына жақта пойыздың газы дегендер тексереді. Пойызды жөндейтін жерде. Мына жерде пойызды басқарады. Естіп басқарады. Мынаның астында да айтпақшы пойызды айдайды. Оны да қоя салайындар дұрыстап. Бізге осын рычаг керек. Видео аяқталып қалмасын. Рычаг керек. Сосын айдайтын руль керек. Айдауға. Қойы сұрақ. Мен рульмен айдауға тұрады. Свет қойылайық. Осы жолмен де айдайды. Достар, бұл менің пойызым ұнаса лайк басып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер. Арнаға тіркелуді білмесеңіздер, үйрете саламын, қалай істеу керек екенін.
Міне достар, осындай менің видеомның астында қызыл батырма тұрады мынандай. Міне белгілеп қойын, осы қызыл батырма тұрады. Осы қызыл батырманы басып жіберсеңіздер болды. Подписаться еттіңіздер. Осы қиын ба сіздерге? Міне сосын мынандай тамаша деген бүйтіп тұрады. Соны басасыздар, болды, лайк басасыздар. Мен видеомды көріп, мына колокольчикті басып кетіңіздер. Міне менің видеом ұнаса, лайк басыңыздар. Міне сіздер жителмен оның жандосын 3-ші бөлімін күтсеңіздер, онда маған просмотр жинап беріңіздер. Ендеше сау саламат, сау болыңыздар.